Армысыздар әмбебап қазақ каналының көрермендері. Сіздерге бүгін фотореле орнату жөнінде сіздерге көрсетем, қалай орнатуға болатынын. Әдетте сіздердің үйлеріңізде барлық жерде, айталық складта болсын, далада болсын, қоймада, гаражда болсын, мысалы күндіз түнде жағып қою керек, күндіз оны сөндіру керек, күн шыққанда. Сондай жерлеріңіз болса, магазин мысалы, оны таңертең тұрып сөндіру керек, кешке қосу керек деген жұмыс болатын болса, әдетте сізде осы тоқтардың барлығы бар. Лампышкаңыз тұр, автоматыңыз тұр, распред корпыңыз тұр, ары қарай счетчигіңіз бар. Тек қана қосылатын бұл жерде фотореле. Менің жағдайымда тексеріп отырған фотореле PS1 моделі. Сіздің жағдайларыңызда мынау қосылған болады. Мына жерден біз кестік, сымды екіге бөлдік, бастарын тазаладық, ортасына фоторелені қойдық. Фотореле мүмкін болатын болса, күннің шығатын жерінде болғаны дұрыс. Күн шықты, бұл іске қосылады, сіздің таңертең лампышкаңызды сөндіреді. Күн батты, фотореле іске қосылады, лампышкаңызды жағады. Ал онда бастаймыз. Көп жағдайда негізінде фаза бізде қоңыр түсте болады, көк бізде 0 болады. Бірақ бұны кейбір жерлерде шатастырып жатады, кейбіреулерге маңызды емес. Сол себептен сіздерге фазаны анықтап алған дұрыс болады. Қазір біз анықтаймыз фазаны. Бізде мынау 220, мынауымыз 0. Мынау қоңыр түсіміз бізде фаза. Сөндіреміз. Енді фотореледе 3 сым келіп тұр. Бұның біреуі фаза келетін, мынау фотореле арқылы шығатын қызыл түсті, ол да фаза болып аталады. Мынауымыз бізде 0. Лампышка кететін жақта дәл солай қоңырымыз біздің фаза, көгіміз 0. Енді біз 0-ды, 3 жақтың 0-ын бірге жалғаймыз. Бұны жалғағаннан кейін сіздер оны термоусадкаға орната аласыздар. Болмаса изолентамен орайсыздар. Болмаса мен секілді осындай нәрсемен орасаңызда да болады. Неғұрлым далада тұрады, сол себептен жақсылап су тимейтін, су кірмейтін деп орағандарыңыз абзал. Біз қазіргі жағдайда 3 жақтың 0-ын жалғадық, үшеуі де көк түсті. Енді счетчиктен келетін фазаны қоңыр түске жалғаймыз. Дәл солай термоусадкаға, болмаса жақсылап тұрып изолентамен орап, су кірмейтіндей қылып жасауларыңыз керек. Фотореледен шығатын қызыл түстіні лампышкаға баратын фазаға жалғаймыз. Бұны да дәл солай орап тастау қажет. Енді біз тоқты береміз. Қазіргі таңда фотореле іске қосылмай тұр. Себебі қазір бұл жерде жарық бар. Біз мынау қалпақ арқылы мына жерді қараңғылаймыз. Фотореле іске қосылып, лампышканы жақта. Айталық кеш, лампышкаңыз жанып тұр, жарық. Күн шықты, фотореле іске қосылып, лампышкаңызды сөндіреді. Бұл жағдайда сізде бір қадағалап отыру қажет емес. Таңертең тұрып светті сөндіріп, кешке жақын светті жағып, ондай қажет емес. Екіншіден, жылдық барысында бұл әжептәуір шығынға алып келеді. Осы видеоның аяғында сіздерге айтарым, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.